Mening muhabbatim әлі жайлып өшпеген. Mening muhabbatim бірден оянды бәрібір. Mening muhabbatim өзіңдей жанды іздеген. Сені менде кетпесем өз өзімді жеп бітем. Кеш жарық біздің оқырмандарымыз, достарымыз, мен сіздерге караоке жасауды үйретемін. Алдыңғы видео көргендей, ол өте қарапайым және ең оңай тәсілін сіздерге үйретемін. Ол бізде былай басталады. Мына таймлайндағы көріп тұрғандай бізде видео тұр. Осы видеода біз жалпы текстің әдемі шығып оқылуын өзіңіздер бақылайсыздар, көресіздер. Мысалға әрине былай да жазумен өтсе де әдемі. Біз бұған әдемі қылып оқылатын табамыз. Ал кеттік. Ол үшін біз бірінші алдыңғы жолға көшіріп аламыз. Одан кейін біз астыңғы мына текстті қызылмен бояймыз. Бүкіл қызылмен бояп шығамыз. Мысалға мынаны менде қайырмасы сәл ұзақтау болды, бірақ сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қараңыз, бұл бізде қараңыз, мен мынаны кілтті алып тастайын. Біз қазір астыңғы текстіміз, үстіңгі текстпен жұмыс істейміз. Ол үшін біз мынаны былай қоямыз да, жоғарыдан былай қойсамыз, мынаны өшіремізде. Ал кірісіп сәттілік бастаймыз. Біз осыларға жалпы эффект қойамыз. Обрезать. Мынайды қойдым. Сіздерге оңай болу үшін. Енді біз қалай істейміз? Шақыратамыз ол үшін былай. Осы жерде біз элемент управления эффектіға кіреміз. Эффектіден бізде бізге боялу керек. Оны біз былай боямыз. Сөздің басына келеміз. Кілт таңдаймыз. Кілт таңдағаннан кейін біз оның боялуын сөзіне қарай өзгертеміз. Ал кеттік. Обрезать. Мына жерде бізде көрінбейтін шкала пайда болады. Мына жерде көрінбейтініне осылай сызамыз. Сақтаймыз. Тыңдаймыз. Айырмашылық бар ма? Так. Ал басына сіздік. Алып тастадық. Әкелдік. Енді айттым басына. Түсінікті болу үшін создать слева. Қиятын кезде обрезать басасыз да. Сөзі күтесіз да. Мына жерде басасыз менің. Ал. Тура жаңағы. Өте оңай.
келесі текстке көшеміз бұны. Так. Көрдіңіз бе? Басалдың шетіне әкелеміз, үстін таңдаймыз. Слева. Содан кейін мына тексті тура жаңағыдай анимациялық бояп өтеміз. Былайша айтқанда. Обрезать. Әкелеміз бе оны. Обрезать. Әлде жанып. Басамыз. Ал енді көріңіз. Міне слайд әдемі аяқтауға болады.
әрине ұзақ үшін ешнәрсе, бірақ ең ортасында болса сіз үйрене аласыз, бұдан тез істеуге болады. Менің махаббатым әлі де жанып өшпеген, менің махаббатым бірден оянды бәрібір. Менің махаббатым өзіңдей жанды іздеген, сенімен бірге өтсем, өз өзімді жаттым. Әрине түске байланысты мүмкін сұрақтарыңыз болар, бірақ өзіңіз істегенде түсте өзіңіз танып қоярсыз. Үйреніңіздер, қолданыңыздар.